Сәлеметсіңдер ме балалар, көңіл күйлерің қалай? Қазақ тілі сабағы, сабақтың тақырыбы табыс септік. Табыс септік мақсаты зат есімді септеу, табыс септіктің жалғауларын ажырата білу, сөйлемнен табыс септік жалғаулы сөздерді табу. Бағалау критерийі зат есімді септейді, табыс септіктің жалғауларын ажыратады, сөйлемнен табыс септік жалғаулы сөздерді табады. Мысалы балалар, дәрігер, дәрігерді, суретші, суретшіні, құрылысшы, құрылысшыны, аспаз, аспазды, сызғыш, сызғышты, теледидар, теледидарды. Бұл жерде балалар табыс септігінің жалғауы жалғанып тұр. Балалар, видеороликті тамашалайық. Табыс, табу. Кімді табу? Нені табу? Нені, кімді деген сұрақтарда ні және ді деген жалғаулар бар. Табыс септігінің жалғаулары ны, ні, ды, ді, ты, ті. Балалар, видеороликті көріп болсақ, 51-ші жаттығудағы мәтінді тыңдайық. Мен сендерге түсіндіріп оқып өтейін. Таңертең ерте оянып тысқа шықтым. Шығыс жақ қызыл шақпақ шашып тұр. Сүрлеумен өзенге қарай жүгірдім. Кешкісін қармақ құрып кеткенбіз. Келсем, жағада бір аққу қанатымен суды сабалап шалмай жүр. Қармақ аяғына ілініп қалыпты. Жалма-жан жейдемді шешіп тастап, аққудың қасына малтып жеттім. Аққу суды сабалап сыңсыды. Аузын ашып, айбат шекті. Аяғынан ұстадым да қармақтан босаттым. Бір саңқ етті де арғы беттегі жасыл құрақтың ішінде қиқу салып, мұны тосып жүрген серігіне барып қосылды. Өзен жағасын әнге бөлеп, аққулар аспанға көтерілді. Балалар, мәтінде бұл баланың іс-әрекеті дұрыс па? Сендерден кері байланыс күтемін. Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл баланың жасаған іс-әрекеті өте дұрыс болды. Аққуды босатып, өз тобына қосты. Әр қайсың осындай іс-әрекет жасайсыңдар деген ойдамын. Балалар, келесі тапсырмаға көшейік. 52-ші жаттығуда сөйлемді көшіріп жазамыз, табыс септігіндегі сөздерді табамыз. Мен сендерден кері байланыс күтемін. Ал енді 54-ші жаттығуға қараймыз балалар. Берілген сөздерге табыс септік жалғауын қосып, сөйлем құрап жазамыз. Табыс септігіндегі сөздердің қай сөздермен байланысып тұрғанын айтамыз. Сендерден балалар кері байланыс күтемін. Ал балалар, келесі тапсырма бізде 4 суреттен бір сөз ойыны. Суреттен сөз құра, сөзді қатыстырып, сөйлем ойластыр. Бірінші суретте бала, екінші суретте балалар тіс, үшінші суретте жол, және төртінші суретте кітап. Балалар, осы сөздерді құрастырып, сөйлем құрайық. Мысалы, әкесі баласын құшақтады. Тісті үнемі тазалап тұру керек. Жолға құрайық балалар. Жолды қар басып қалған екен. Кітапқа құрайық балалар. Кітапты төсекте жатып оқуға болмайды. Балалар, осындай мысалдарға қарап отырып, өзіміз сөйлем құраймыз. Енді балалар, семантикалық карта арқылы септік жалғауларын ажыратайық. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Балалар, бүгінгі сабақта біз қандай септікпен таныстық? Дұрыс айтасыңдар балалар, біз бүгін табыс септігімен таныстық. Балалар, табыс септігі қандай сұрақтарға жауап береді? Табыс септігінің қандай жалғаулары бар? Иә, балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Табыс септігінің сұрақтары кімді, нені, кімдерді, нелерді. Табыс септігінің жалғауы ны, ды, ты. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Қорыта келе, ауа райы әдісі арқылы сабақта алған әсерлеріңді хабарлама түрінде жазып жіберіңдер. Күн мен үшін түсінікті, ала бұлтты мен үшін аздап түсініксіздеу, бұлтты мен үшін түсініксіздеу. Ал балалар, үйге тапсырмалайық.
55-ші жаттығу. Мақал мәтелді оқып, табыс септігіндегі сөздерді жазу. Табыс септігіндегі сөз сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын анықтаймыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.